Жарты ғасырдан астам тарихы бар Степногорск шаһары биыл өзінің 55 жылдық мерейтойын кең ауқымда атап өтті. Таң атысымен бастау алған мерекелік шаралар барысы күні бойына жалғасты. Елеулі мейрам қазақтың әйгілі палуаны Қажымұқан Мұңайтпасовқа арналған ескерткіштің салтанатты түрде ашылуымен бастау алды. Степногорск қаласының әкімі Еркебұлан Баяхметов осы басқосуды құттықтау сөз сөйледі. Қазақтың ұлы балуанының мүсіні спорт сарайының алдындағы жаңартылған алаңда орнатылды. Салтанатты ашылу рәсіміне Ақмола облыстық мәслихат хатшысы Әлібек Баймағамбетов, мүсін авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі профессор Азат Баярлин, жауынгерлік самбодан 3 дүркін әлем чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Алмас Сүлейменов, қала тұрғындары мен құрметті қонақтар қатысты. Алып күш иесіне арналған ескерткіш мүсіні гранитті жартастан жасалып шығарылған. Бұл ұлы қазақ палуанның табиғи қуаты мен күшін бейнелейді. Гранитті жартастың салмағы 23,5 тоннаны құрайды, биіктігі 4 метр. Қажымұқан қола мүсінінің биіктігі 2,5 метр. Салтанатты шараның ізін ала бере қаламыздың кадеттері мен әскери клуб тәлімгерлері өз өнерлерін ұсынып жатты. Спорттық шеберліктерін танытып, елінің нағыз патриоттары екенін дәлелдеді. Ал спорт сарайының жаңартылған алаңының ортасында қазақ күресінің боз кілемі орын теуіп, еліміздің 5 өңірінен келген жас балуандарымыз бақ сынасып жатты. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған турнирде жалпы саны 30-ға жуық күресшілер 3 салмақ дәрежелері бойынша шеберліктерін танытып жатты. Қатысушылардың жасы 18 және одан жоғары. Турнирдің жүлде қорының демеушісі Астана Нан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болды. Степногорск қаласында 55 жылдық соған мерейтойға келіп, бас қосып күресіп жатырмыз. Жақсы күрестер болып жатыр. Бүгінгі жарыста жеңіске жеттік, Аллаға шүкір. Чемпион атандық. Осындай жарыстар көп бола берсін. Әрқашанда жеңісті бола берсін. Артта келе жатқан бауырларына жеңіс тілеймін. Жарыс қорытындысы бойынша 60 келі салмақ дәрежесінде бірінші орынды Сағындық Әшім, екінші орынды Нұрдәулет Базылжан, үшінші орынды Николай Дураченко иеленді. 80 келі салмақ дәрежесінде Данияр Темірханов жеңіске жетсе, Санжар Тоққожынов екінші орынға, Айдын Жұмабеков үшінші орынға ие болды. 80-нен жоғары категорияда Айбат Сейтен жеңімпаз атанып, Әлібек Зекеновке күміс, қола Олжас Шынкеевке бұйырды. Барлық жүлдегерлер мен жеңімпаздар демеуші тарапынан ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Бұл сәтте жаңартылған орман саябағында қала күніне орай ST Cross 2019 кросс-кантри жарысы өтті. Велошеруде қала тұрғындарымен қатар Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Теміртау, Екібастұз және Көкшетау қалаларынан келген қонақтар қатысты. Жарыста барлығы 5 жас категориясы бойынша 45 адам бақ сынасты. Жасөспірімдер 16 жасқа дейін, 16 мен 17 жас аралығы, 18 мен 36 жас аралығы, 37 мен 50 жас және 50 жастан асқандар. 10 және 20 шақырым қашықтықты уақытқа бағындырып, өз қатарларынан үздік шыққан жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы дипломдар және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Дәл осы күні қаламыздың қолөнер шеберлерінің көрмесі де көпшілік назарына ұсынылып, жастарымыз Алтыбақанда театрландырылған қойылымдарымен көз қуантты. Орталық алаңда орнатылған басты сахнада үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармония өкілдері өнер көрсетті. Сонымен бірге сахна төрінде қаламыздың мектептерінің өнерпаздары шығармашылықтарынан шашу шашты. Әнші ауыл жобасы аясында Ақсу, Бестөбе, Заводской және Шаңтөбе кенттерінің шығармашылық ұжымдары бас сахнада өнер көрсетті. Атаулы елді мекендердің мәдениет өкілдері әсем әндері мен кербез билерін ұсынып көпшілікті тәнті етті. Жоба қорытындысы бойынша бірінші орын Заводской кентіне, екінші орын Шаңтөбе кентіне, үшінші орын Ақсу және Бестөбе кенттеріне берілді. Барлық өнерпаздар грамоталармен және құнды сыйлықтармен марапатталды.